Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұйымдастыруымен Алматы қаласында Құран кәрімді жатқа оқудан қыздар арасында 3-ші республикалық байқау өтеді. Қыздар арасында Құран кәрімді жатқа оқудан 3-ші республикалық байқау қарилардың Құран кәрімді оқу және жаттау деңгейін көтеру, өзара тәжірибе алмасу, мұсылман жамағатының Құрани сауатын көтеру арқылы қоғамның руханиятын арттыру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Жарысқа қатысушы қыздар Құранның 30, 20, 10 және 5 пара номинациялары бойынша бақ сынай алады. Үміткерлердің құжаттары осы жылдың 15 мамырына дейін қабылданады. Үміткер қыздарға қойылатын талаптар. Үміткердің Қазақстан Республикасының азаматы болуы. Әйел кісі болуы. Әр номинацияда талап етілетін параларды толық жаттауы. Жарысқа қатысушының жаттаған паралары толық болуы керек, яғни екі жерден жарты параны біріктіріп ұсынуға болмайды. Жарысқа қатысу құжаттарын ұйымдастырушылар белгілеген мерзімде тапсыруы. Үміткер бір номинацияға ғана қатыса алады. Үміткер өз облысында өткізілетін алдын ала іріктеу сайысында бірінші орын алған жағдайда жарысқа жолдама ала алады. Әр облыстан бір номинацияға бір үміткер ұсынылады, барлығы 4 үміткер. Іріктеуден өткен үміткер номинациясын ауыстыра алмайды. Ақтық сайысқа келген үміткер жарысқа қатысудан бас тартуына болмайды. Үміткердің жасы 30-дан аспаған болуы. Толық Құранды жатқа оқу номинациясы бойынша республикалық, халықаралық жарыстарда жүлделі орын. 2022 жылғы 2-ші республикалық Құран жарысындағы 5, 10 және 20 паралары бойынша жеңімпаздар бірінші орын тек жоғары номинацияларға ғана қатыса алады. Талап етілетін құжаттар. Анкета бекітілген үлгі бойынша. Жеке куәлік, паспорт, көшірмесі. Бірінші орын сертификатының көшірмесі. КМДБ-ның өңірдегі өкіл имамының ұсыныс хаты. Номинациялары. 1 толық Құранды жатқа оқудан. Бірінші орын 1.500.000 теңге. Екінші орын 1.200.000 теңге. Үшінші орын 1 миллион теңге. 2 Құранның 20 парасын жатқа оқу бойынша. Бірінші орын 1 миллион теңге. Екінші орын 800.000 теңге. Үшінші орын 600.000 теңге. 3 Құранның 10 парасын жатқа оқу бойынша. Бірінші орын 600.000 теңге. Екінші орын 400.000 теңге. Үшінші орын 300.000 теңге. 4 Құранның 5 парасын жатқа оқу бойынша. Бірінші орын 400.000 теңге. Екінші орын 300.000 теңге. Үшінші орын 200.000 теңге. Жалпы жүлде 8.300.000 теңге. Ұйымдастырушылар. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы. КМДБ Алматы қаласы өкілдігі жұмысшы аппарат. КМДБ-ның облыстардағы өкілдіктері. Жауапты тұлғаның байланыс мәліметтері. Қажылық бөлімінің меңгерушісі Жәнділла Мамытханұлы. Тел 7701 477 0717. Email: quranmufti@kiz